Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін Grok жасанды интеллектісі. Яғни бұл жерде де сурет, видео жасауға болады. Оны қалай жасаймыз, қазір жасап көретін боламын. Ең бірінші, мен бұл жерге дайын жасап қойған өзімнің промптымды қолданайын деп отырмын. Мен бұл жерде былай қылған болатынмын, аяғы бар, қолы бар, құлағы бар, свекло керек деп. Маған ChatGPT-дің өзі мынандай сурет жасап берді. Соны жасайтын промпт жазып бер деп Grokқа да жасап шығуға болады. Мен тек жылдам ChatGPT-дің өзіне жасатып алдым. Осыны көшіріп алдым. Қазір енді арман қарай ChatGPT-дан осы свеклоның пайдасы туралы мәлімет сұрап алдым. Сосын барып соны Grokқа арнап промпт қылып бер дедім. Маған міне промпт жасап берді. Мен осы промптты салып көретін боламын. Қазір қалай болып шығады. Мына жерде мысалы өлеңдетіп сөйлейтін нұсқа дейді. Мен қазір соны салып, сонымен көретін болайын, арман қарай. Ол қалай болып шығады екен. Мына нұсқасында жасай беремін, оны жасап боламын дегенге дейін мен мына нұсқанды салып көре беремін. Grok бізде тегін, сондықтан да оған ешқандай менің қажеті жоқ. Артында егер қаласаң деген сөз алып тастаймын. Grokқа өзіміздің Gmail почтамызбен тіркеліп аламыз. Тіркелгеннен кейін міне осындай бет ашылады. Осы жерде міне сол жағындағы командалардың ішіне Imagine деген таңдаймыз. Міне төменгі жағында біздің промпт жазатын орнымыз пайда болды. Мына жерге қазір суретімді кірістіремін. Маған видео керек. Бұның ішінен видеода неде жасалады? Сурет жасауға болады. Мына жерде өлшем бірліктер. Мына 2-де 3 дейді, 3-де 2 дейді, 1-де 1 дейді, 9-да 16, маған 16-да 9 керек. 16-да 9-ды таңдадым. Жаңаға көшіріп алған промптты міне қойдым. Соңғы жағында егер қаласаңыз дегендерді алып тастаймын. Ол маған ұсынған ұсынысы, ChatGPT-дің. Загрузить файлға барамын да, мен ChatGPT жасап берген свеклом бар ғой, соны саламын. Мына жерде загрузка толық қабылдап болғанын күтемін. Сосын ары қарай көретін боламыз. Кей кезде болады, қазақша мәтінді айтқан кезде анық емес, бір өзгеше тілде айтып жіберетіндер. Егер де бізде сондай болып пайда болып жатса, онда біз дыбысын бөлек жасап та жазуға болады. Міне, қазір көрейік. Қазір көреміз, бізге екі түрлі нұсқа ұсынуы мүмкін. Біздің тілімізді қалай айтып шықты екен. Егер тіл дұрыс емес болып тұратын болса, онда сіздер арнайы нарекет болсын, либо дауыс болсын, басқа бір жүйе арқылы дауысын жасап алып, сосын барып әкеліп екеуін біріктірсек та болады. Айтқан жоқ мысалға сөзді көрдіңіз ба? Тек билеп тұр. Менің сөзімді айтқан жоқ. Енді ол сөзді айту үшін мен мына жерге жазамын ChatGPT-ға қазір. Ол сөзді айтқан жоқ деп. Бұл жерде промптты берген кезде ChatGPT бізге былай қылып берді. Оны Kaspersky'да, Grokқа да, Hugging'ге де салуға болады деп. Қазір Hugging'ге де көретін боламын. Мен негізінде айтып тұрғаным Grok қой, сосын Grokты мен қайта бір көрем. Бұл жерде мен айтам, сөзін айтқан жоқ деп. ChatGPT-да мүмкін біздің промпттан болып тұрған шығар. Сөзін айтқан жоқ деймін. Бізге қалай жасап береді екен көрейік. Мына жерде енді видеоға тікелей қоя салуға да болады деп тұр ше, мынаны енді. Промпт қылып бер дейміз, Енді арман қарайды не дұрыс емес, соны осылай қылып өзіміз жөндей беретін боламыз. Дәл жаңағы көшірген промптты мен Hugging'ге салып көрем қазір. Ол қалай жасап береді екен.
Хейгенде да мен бұған дейін салған болатынмын видео түрінде, сондықтан да ол сіздерге таныс деп ойлаймын. Мына жерден create басамда видео. Мына жерде Pixverse да кей кезде шамалы не болып кетеді. Pixverse белгілі, мына жерде видео сурет деп тұр. Қайсысы ыңғайлы, сонысымен жасап ала береміз. Сурет керек болса сурет, видео керек болса видео. Енді мен Хейгеннің жаңа не болды екен. Міне, менің жасап шыққан жаңаға видеоме міне тұр. Бұған дейінгі жаңа жылдар салған нәрселер ғой, бұны сақтамай қоюға да болады. Негізінде Хейгеннің ішіндегілерін сақтамай өшіріп тастап отырсақ болады, өйткені оны қайталап қолданғаны қажеті жоқ. Өзгенің кітапханасына ол шығып тұрады. Енді мына сөзді айттыру үшін қазақшаны дұрыс айтпады десек, басқа платформаға салып та айтқызуға болады. Енді мен бірақ қайта жасап көремін қазір. Мына жерден видеом, міне менің өлшемім бәрі таңдалып тұр. Енді мен жаңа промптты қайта салам. Сөйтем да. Осыны енді жіберем. Не шығады екен маған. Мен сурет таңдаған жоқпын, байқасаңыздар, қазір не шығарып береді екен маған, көреміз. Grok негізінде тегін нұсқасын қолданып отырмын. Секундта аз қылып қана шығарады. Мен қазір дауысын ашып көремін. Міне, байқасаңыздар, міне, өзі күшті қылып жасап берді. Тек қана бізде дыбысы дұрыс емес, Міне, басқа тілде айтып тұр, Қазір мен айтамын ChatGPT-ға тілі анық емес деп. Сондықтан да тілі анық қылып қойды. Сөзін анық айтпады деймін. Менің ChatGPT жасап берген суретімнен көрі, өзінің жасаған суреті сәл әдемірек шыққан сияқты, Міне, көрдіңіздер ме? Өзі кәдімгі күшті қылып жасап беріп тұрып, тек қана бізде дауысы анық емес. Енді осыны алып, біз арман қарай дауысын басқа платформада жасап, біріктіре қоюымызға да болады. Ол кезде де жақсы шығады, дауысын айтып тұрғандай болып, жақсы жасап шығуға болады. Мен мынаны сақтап қоям. Міне біз сақтап алдық видеоны, бұны енді дауысын басқа платформада жазып, біріктіріп көруімізге болады. Осындай қылып, түрлі нелерді жасап, біріктіріп шығуға болады, барлығын. Осында кез келген міне сонда біз Grok арқылы кез келген көкөністерге, жемістерге де жылдам видео жасап шығуға болады. Видеода біз суретін салмасақ та өзі әдемі жасап берді, видеосымен кәдімгі күшті қылып. Тек дыбысы ғана бізде келіңкіремей қалып тұр. Сол себепте дауысын біз басқа платформадан жазып алып, біріктіре қойсақ та болады. Немесе балдарға айтқызып, әдемі дауыста сала қоюымызға да болады. Оны енді әркім өзінің фантазиясына қарай жасап шыға алады. Қолдай отырыңыздар. Бүгін біз Grok платформасын тоқтадық. Бұның ішінде міне имиджінің ішінен біз бұл жерден суретті да, видеоны да жасай аламыз. Мына жерде міне сурет десеңіздер, сурет таңдайсыздар, видео десеңіздер, видеоны таңдайсыздар, сосын ары қарай жасап шығуға болады. Бұл Grok платформасының мүмкіндігі. Мына жерде мен дыбысты да өзіміз айтып, кірістіре қоюымызға болады. Мына жерде мен бастым дыбысты, арман қарай айтуға болады микрофоны, және соны ары қарай сақтап та кірістіре аламын. Оны жаңағыдай нелердің айтатын дауыстарын түрлі қылып осылай жерден кірістіріп, ары қарай да қолдансақ болады. Платформаның аты, бұл жасанды интеллекттің аты міне Grok. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.